келген болсаңыздар, қазір мынау зарегистрация етіп, осымен кіріп тіркелесіздер. Ол үшін мысалы кіресіздер, мына жерге адрестеріңізді жазасыздар, мысалға. Почтовый адрес, жаңағы имейл, почта, электронный почта. Мысалы осылай кірсеңіздер, сіздерде уже мына жаққа пароль шығады, егер авторизация жасап қойсаңыздар. Сонымен мына жаққа өздеріңіздің парольдеріңізді жазасыздар. Все. Все, осылай кірсеңіздер, сіздерге не келеді? Емейлдарыңызға пароль келеді. Сонымен сол парольмен кіретін боласыздар, подтверждение беріп. Мысалы маған қазір Mail.ru-ма пароль келді. Сен қазір қосымша имейлмен жасап жатрсың ба тағы да? Жоқ, мынау өзіңкі основной. Или басынан новый біреуін тіркеп көрсетейін ба? Былай істейікші, ладно, презентацияны мен қазір былай басынан көрсете алмаймын, өйткені менің аккаунтым бар да. Сондықтан мен презентациямен көрсетсем болады. Маған доступ берсеңші, мен презентациямен көрсете салайын. Сізде доступ тұр ау деймін, походу. Жоқ, менде доступ жоқ. Қазір бір минут. Так, все, болды. Менің экран көрдің, сендер өшіресіңдер экранды. Көрінді ма экран? Иә, көрініп тұр. Аха, топстеп дегеніміз жаңағы проб компания деп айтып кеттік. Соны қалай жаңағы аккаунт ашу. Аккаунт дегеніміз жаңағыдай жеке кабинет та, бірінші жеке кабинет ашамыз. Соны істеу үшін жаңағы Googleға жазамыз. Топстеп деп. Окей. Так, мына Googleға топстеп деп жазамыз. И жаңағы жазғаннан кейін бізде неде поисктің результатынан ең бірінші болып негізі topstep.com шығу керек та. Шықпаса, может быть, басқалары бірінші шығуы мүмкін. Олар жаңағыдай төленген басқа мысалы проб компаниялар бірге жоғары жағына шығарып қоюы мүмкін. Бірақ ішінен именно осы topstep.com дегенді табамыз. Осыны басамыз. Одан кейін мынандай жаңағы парақша ашылады. Осы парақшадан немесе мына жерде sign in деген нәрсе бар, немесе earn funding деген мынандай кнопка болады. Соны басқан соң келесі парақша болады. Міне мынау жаңағы регистрация жасайтын парақшаның жаңағы бірінші беті да. Бұл жерге не істейміз? Жаңағы мына жерге почта, электронный поштаңызды жазасыз, аты жөніңізді жазасыз и пароль жазасыз. Мына жерге жаңағы адрестер жазасыз. Адрес, жаңағы тұратын жердегі Алматы болса Алматы қаласын, Қазақстан деп, мынау zip код дейді. Zip код деген почтовый индекс. Таппасаңыздар, жаңағы 2GIS деген картаға кіріп, жаңағы үйіңізді тауып алып үстіне бассаңыз, немесе жақын арадағы бір ғимаратты тауып, жаңағы үйіңіздің жанындағы, соны бассаңыз, жаңағы почтовый индексі болады сол районның. Соны алып жазасыз, сосын sign in for free деп басасыз. Одан кейін келесі қадам ол поштаға сообщение жібереді. Поштаға жаңағыдай мынандай welcome to Topstep деген сияқты бір хат келеді. Оны бассаңыздар, поштаның ішінде жаңағы ақпарат болады. Link, activate your account деген жаңағы аккаунтыңызды активация жасау деген сияқты сілтеме болады. Соны басасыз. Одан кейін мынандай бет ашылады. Жаңағы имейліңізді қайттан жазуыңыз керек болады, жаңағы почтовый адресті. Сосын sign in деп басасыз. Одан кейін кеттік. Одан кейін уже все болды. Сіздерде регистрация жүрді.
енді сол жаңағы жеке кабинетке кіру керек та. сосын қайтадан мына бетке лақтырады. Жаңағы дашборд дегеніміз жаңағы жеке кабинеттің өзі. мына жерде бағанағы регистрация кезінде жазған почтаңызды жазасыз, пароліңізді жазасыз, жаңағы құпия сөзіңізді и логинді басасыз. Одан кейін осы мынау уже жаңағы жеке кабинетіңіз болады. Мына жерде dashboard.topstep.com деп тұрады. Мына жерде, кәдімгі жаңағы Еговтағы сияқты любой бір жаңағы жеке кабинет сияқты іші интуитивно түсінікті. Ішінде мына профиль дегені бар, жаңағы өзіңіз туралы ақпарат, жаңағы дашбордның ең басты беті жаңағы сіздің парақшаңыз ғой, грубо говоря, парақшаңыздың. И қалғандары, мысалы, аккаунт туралы ақпарат, төлем туралы ақпарат. И сіздер жаңағы нені өтіп жатсаңыздар, челлендж дегенді қазір айтып өтеміз, соны төмендегі сертификат осы achievements дегенге келеді. Енді бұл жерден сіз уже жаңағы жеке кабинет аштыңыз деген сөзді білдіреді мынау. Бұдан кейін жаңағы счет ашушында, мысалы, счеттардың 3 түрі болады. Соны таңдап ашу үшін мына Start a Trading Combine деген мына көк кнопка болады. Соны басасыз. Немесе мына жерде тағы да қосымша шығып тұруы мүмкін. Соны басасыз. Басқан кезде мына жерде 3 түрлі аккаунттың жаңа таңдауын көрсетеді. Бұл жерде уже сіз өзіңізге тікелей уже счет ашатын жаңағы парақшасы. Бұл жерде $50,000 счет, $100,000 счет и $150,000 счет таңдауды береді. Таңдауға. Оның ішінде бізге жаңағы сіздер жаңадан бастап жатқандықтан бірінші ашып көретін счет сол $50,000 ең арзан счет осы болады. $49, грубо говоря, $50 дейікші, $50 деп осы счет табуыңызға болады. Сондықтан мына жерден select деген кнопканы басасыз, көк кнопканы. Оны өткен соң жаңағы төлем процесі болады. Төлем процесінде кейде болады, бұлар промокод деген нәрсесі болады, жаңағы скидка беріп тұратын. Сондай болса, мысалы өздерінің сайттарында немесе Instagram парақшаларында айтады да, осы айға немесе осы аптаға или осы күнге бізде скидка жасайтын жаңағы промокод бар деп беріп жатса, соны мына уже enter промокод деген жерге жазып apply десеңіз, сол скидка қолданылады. Мысалы, жаңа $49, $50 болып тұрған, мысалы, 30% скидка болуы мүмкін, 20-10% скидка болса, сол мына жерден уже алынады, осы apply дегенді басқаннан кейін. Одан кейін не істейміз? Мына жерде қарапайым жаңа карточканың Каспий болса, Каспийда, мысалы, көбісінде Каспий, сондықтан Каспийдің мысалымен айтайын. Мына жерде Каспийдің жаңағы 12 цифры болады, соны жазасыздар. Мына жерге жаңағы ай, жылын жазасыздар, карточканың ақпараттарын. Артындағы 3 жаңағыдай құпия цифрды жазасыздар. Мына жерге бағанағы жазған адрестарыңызды қайта жазып кетесіздер. Жаңағы тұратын жердің мекенжайдың мекенжайыңызды. И мына жерде 1 галочка, 2, 3 галочкаға батырма сияқты галочканы қазақша қалай. Соған чек қоясыздар. Одан кейін мына pay деген батырма жанады, жаңағы басылатын болады. Соны басқаннан кейін уже сіздің карточкаңыздан жаңағы ақша шешіледі, бірақ осының алдында жаңағы Каспийға кіріп, интернет төлемдерді ашып қою керек та. $50 бізде 25,000 теңге болады. 25,000 теңгеге шектеуін ашып қоясыз. И содан кейін ақша шешіледі, сізде аккаунт алынды деген. Мына жерден agree деген тағы да келесі беттен басасыз, келісемін деген сөз. Мына жерде шарттары бар кішігірім. Ағылшынша түсінсеңіздер, бұны ашып әрқайсысымен танысып шықсаңыздар болады. Мына жерде жаңағы сайт туралы, жаңағы вообще жаңағы топстептің өзінің ішкі жаңағы риск бойынша жаңағы келісім шарт, жаңағы потому что олар деген рискті толыққанды жаңағы өзінің шарттарын түсіндіреді. Сонымен келісесіз ба, келіспейсіз ба деген сияқты келісім шарттары ғой, грубо говоря. Соны оқып шығып, содан кейін мына жерде agree дегеніне мен келісемін деген батырманы бассаңыздар, уже все, счет ашылады. Ашылғаннан кейін қайттан жаңағы басты бетіне, өзіңіздің жаңағы жеке кабинетіңіздің басты бетіне өтіп, аккаунт деген мына жердегі нені басасыз, батырманы. И осында список тұрады, жаңағы қанша 5 аккаунтқа дейін алуға болады. Но бірақ пока қазір біреу ашқан соң, мына жерде біреу тұрады. Мына жерде статус актив деп тұрады. Актив деген қазір ашық деген сөз. Одан кейін мына батырманы басасыз. Басқан кезде
жаңағы аккаунтыңыздың именно жаңағы 50 мың долларлық шоттың жаңағы ақпаратына кіресіздер. Бұл жерде қанша таптыңыз, қанша жоғалттыңыз, соның барлық ақпаратын осынан көруге болады. Егер дальше да бұлардың өзінің топстептің терминалы болады, платформасы, жаңағы сауда жасайтын. Соны мына жерде лаунч платформ дегенді бассаңыздар, жаңағы өзінің сауда жасайтын платформасына өтесіздер. Бірақ жаңа төлегеннен кейін мына жерде төбелеріңізде қызыл мынандай бір жаңағыдай хабарлама шығып тұрады. Verification KYC деген нәрсе бар. KYC деген ол обязательно жаңағыдай брокерский компания, жаңағыдай проб компанияларда өтуге тиіс жаңағыдай келісім шарт сияқты нәрсесі да верификация жүретін. Соны бір баспай тұрып, то есть жаңағы сауда жасамай тұрып, сауда жасатпайды, соны өтпейінше. Сол хабарламаны мына төбесіне шығып тұрған соң, соны басасыздар, verification деген нәрсені. Мына жерде көрсетіп тұр. Немесе жаңағы профайл деген жерден де мына жерден verification KYC деген сияқты кнопканы басасыздар. Басқаннан кейін мына жерден start verification басасыздар. Оны басқасын мынандай штрих-код шығарып береді. Штрих-код шығарады, оны телефонмен жаңағы қаратсаңыздар камераны, соны сайт сияқты несіне өткізеді. Оны басқан соң жаңағы верификацияның процесін өтесіздер. Ол жаңағы Каспийдегі сияқты жаңағы түріңізді жаңағы квадратқа алып келіп көрсетіп, жаңағы солға қарап, оңға қарап деген сияқты әрекеттерін айтып отырады, соны жасайсыздар. Одан кейін верификация өтесіздер. Удостоверениені суретке түсіріп деген сияқты өзінің жаңағы қадамдары бар верификацияның. Соны жасаған соң complete verification деген батырма шығады. Осыны басқа соң жаңағы келісім шартпен жаңағы шотыңыз толыққанды ашылады. Ашылғаннан кейін поштаңызға, жаңағы электронный почтаға хабарлама келеді. Бұл жерде жаңағы username, password деген нәрсе именно жаңағы торговый терминалға бүкіл ақпаратыңыз келеді. Жаңағы username деген сіздің поштаңыз болуы мүмкін, и password деген жаңағы құпия сөзіңіз. Сол келеді. Ол ақпарат не үшін керек? Ол терминал, жаңағы торговый платформаға кіру үшін керек нәрсе. Болды, ол келген соң жаңағы жеке кабинеттен өтсеңіз болады, немесе отдельно Topstep X деген мына сайты бар. Соған кіріп, жаңағы ақпарат, поштаға келген ақпаратты отдельно. Сонда екі пароль болады да. Бірінші жаңағы жеке кабинетке кіретін, басында жаңағы жасап жатқан кезде енгізілген ақпараттарыңызбен сол кездегі пароль болады. И екінші пароль поштаға келетін мына пароль болады. Мына терминалға кіретін. Соны шатастырып алмаңыздар. И мына Topstep X-ке кіріп, жаңағы парольді енгізгеннен кейін осындай терминал ашылады. Терминал енді интуитивно түсінікті. Бүкіл жаңағы трейд жасап жүрген адамдар бұны бірден түсініп алады. Жаңағы не сияқты? Trading view сияқты да. Мына жерде тура trading view-дің копиясы ғой, грубо говоря. Один в один, тура жаңағы таймфрейм ауыстыратын, сурет жаңағы графический нелер салатын, жасайтын, жаңағы уровень сызатын, бәрі тура трейдинг view сияқты да, трейдинг view-ді бәрі біледі. Одан кейін мына бетінде жаңағы тікелей сауда жасайтын құралы тұрады. Жаңағы ордер қойып, немесе маркетпен ашып, немесе лимитпен ашып, жаңағы buy sell жасайтын батырмалары бар, жаңағы терезе деуге болады да. Мынау енді керек емес, бұны өшіре саламыз, потому что бұл қолданбайды көбісі. И мына астында аккаунт, жаңағы трейд, қанша трейд жасалды, қазір қанша трейд ашық тұр, қанша пайдада тұр деген сияқты ақпарат беретін терезесі астында тұрады. Сол терминалы негізі өте қарапайым, түсінікті. Мына жердегі настройкаларына кіріп, жаңағы тағы да өздеріңіздің рисктеріңізді алдын ала қорғап қойсаңыздар болады. Жаңағы өздеріңізді қадағалай алмасаңыздар, мысалы күніне жаңағыдай рискті өздеріңіз шектеу қойып қойсаңыздар болады. Программды түрде жаңағы бағдарламасын, то есть программный осылардың платформасы арқылы да, мысалы мен күнде $500 артық жоғалтпаймын деген сияқты, немесе $200 артық жоғалтпаймын деген сияқты настройкасын жаңағыдай бекітіп қоясыздар. Егер өздеріңізді қадағалай алмасаңыздар, мысалы овертрейд жасайтындар бар. Сондайды істеуге болады. Ең жақсы жері сол жаңа лимиттер қойып қойсаңыздар, мысалы көп трейдер макс бір күн осынша жоғалтам дейді да, асырып жібересіз ғой, мысалы $100 жоғалтам дейсіз де, қайта 200-300 болып кетеді. Осыдан бұрынғы тапқан ақшаның бәрін жоғалтып қалады. Ал мына платформада
лимитіңді қойып қоясың, и соған жеткенде жаңағы платформа где-то келесі 24 сағатқа дейін не істеп тұрады, тоқтап тұрады да. Бұл жерде акция неміз жаңа нені S&P 500 бар ғой, акциямыз S&P 500-дің фьючерсін жасаймыз да. Фьючерсі акция негізі трейд жасауға кішкене нелеу, жаңағы қозғалысы мысалы S&P 500 көтеріліп жатса немесе Nasdaq құлап жатса, акция кішкене мынау енді кішкене профессиональды деңгейде болатын болса, осы фьючерс жасаймыз, фьючерс көрсетіп жүреміз. Акцияны жасайтын жаңағы прop компаниялар негізінен аз бар. Жаңағы FTMO деген бар. FTMO ол ода жақсы компания негізі, бірақ оның қымбат, бір $500. $500, ал мынау одан 10 есе арзан да. Бұл компания көп жаңа реклама нелерде жасай бермейді ешкімдерге. Өздерінің жаңа несі бар, кругтары бар жасау болған. Бұдан басқа да басқа, одан жақсы жаңа бұдан тура осындай фьючерс жаңағы трейд жасайтын компаниялар бар. Неден бастап My Found Take Profit, бірақ олар Қазақстанға рұқсаты жоқ. Мынаның рұқсаты бар. Ал трейд жасайтын адам бір затқа ұрынып қалуын қажет жоқ. Мен тек қана алтынды жасаймын, мен тек қана мынаны жасаймын. Қазір нені жасауға болады деген сияқты да. Қазір барлық алтын жасайтын болсын, опшн жасайтын болсын, акцияның бәрі фьючерсқа келіп жатыр. Неге? Фьючерста маркеттің структурасы, бір маркетке көңіл бөлесің, былай айтқанда. S&P 500 ең үлкен маркет, соның қозғалысына көңіл бөлесің да, соған трейд жасайсың. Ал оның жаңағы фьючерсін қалай қарауға болады? Онда да қазір көрсетіп жүреміз. Главный топ степте мысалы енді бастап жатқан дамушы трейдерлар немесе уже ақша шығарып бастайтын трейдер болса вообще жақсы, өйткені олар уже топ 1%-ке кіреді да. Мына жерден бір айда тесттен өтесің, екінші айдан жаңағыдай ақшаны шығаруға саған мүмкіндік береді. Осы жерден жинап алған ақшаңмен мысалы лайфқа өтуге, инвестиция өтуге әлдеқалды қолайды. Чем CFD брокермен барып алтынды жасау немесе әлі жаңа демода әлі бір тұрақты 3-6 ай результат көрсетпей жатып өз ақшаңмен кіріп кетіп, сол жерде өз ақшаңды жоғалтқанша, осы жерде саған 3 түрлі аккаунт береді: $50,000, $100,000, $150,000 деген сияқты да. $50,000, $100,000, $150,000 деген сияқты. Ал $50,000 примерно саған $2,000 drawdown дейміз да. Drawdown дейміз. Бұл айтқанда саған $2,000 ақша береді деген сөз. То есть счет $50,000, бірақ $2,000 жоғалтуға деген саған мүмкіндік береді. FTMO бар. FTMO ол примерно 10% да. 10%, өйткені оның бағасы қымбаттау, оны новичоктар істетудің қажет жоқ. Егерде уже қалыптасқан трейдер болса, FTMO-ды жасауға болады, бірақ FTMO-да фьючерс жоқ, тек қана CFD. Ол жерде алтын, USD бәрін жасауға болады. USD бәрін жасауға болады. Сосын осы топ степті мысалы жаңағы жасағанда, мысалы енді қалыптастырып келе жатыр, бір осын жасап келе жатқан адамдар әлі көбейеді. Өйткені Американың өзінде соңғы 2 жылдан бері ғана барлық трейдерлар осы жаққа көшіп жатыр. Яғни енді бір-екі жылдан кейін ғана кішкене бәрі қалыптасты. Бірақ бір топ трейдерлар бар, осын жасап жатқан. Қалай жасау керек та? Бәрібір сол бір маркетке қарау керек. Сол бір маркетке қарау. Одан кейін трендті жасауға болады, скалптингді де жасауға болады. Одан кейін жаңа айтқан 3 шот: $50,000, $100,000, $150,000. Лучше бастағанда сол $50,000 шотпен бастайсың. $50,000 жаңағы макс барлық шотты жоғалтып алу үшін где-то $2,000, $50,000 $2,000 жоғалту керек. Сонда $2,000 бөлесіз да. 2 аптаға немесе 3 аптаға, күніне $200 немесе $100 деген сияқты. Одан кейін айдар часто payout алып жатыр. Payout дегеніміз жаңағы төлемі да. Төлемін осы неден жаңағы Каспи арқылы төлем жасау деген жер бар. Оны жаңағыдай бірінші тесттен өтіп аласыз, сертификатын аласыз да. Сертификатын алған соң уже бірінші сертификатын алды деген сөз, уже трейдті жақсы біледі деген сөз. Өйткені даже мықты трейдерларға айтып көріңіз, мынадан бір өтіп payout алып көрсінші. Көбісі өте алмайды бұдан. Өте алмаған соң олар не істейді? Алтынның немесін басқаның демо шотынан алып мұнша ақша тауып жатырмын деп көрсетеді. Ашсын мықты болса, осы жерден өзі сынақ көрсін, мынадан өтіп көрсін, сосын осыдан ақша тауып көрсін, осы жерден статистикасын көрсетсін.
Бұл жерде фьючерс бар. Фьючерс деген жалпы барлық маркет фьючерстан тұрады. Алтының болсын, күмісің болсын, жаңағы акцияларың болсын, контракт, бәрі контракттан басталады да, сосын акцияға өтеді. Да? Маркеттің структурасы бір. Бірақ фьючерстің структурасында трейд жасау ыңғайлырақ. Неге? Ол жерде ликвидностьті тазалау деген дүние бар, структураның өзгеру деген дүниесі бар. Ал акцияға сен инвестиция көбірек жаса. Өйткені мен 2025 жылғы статистикаға қарағанда акцияға жасаған инвестициям әлдеқайда үлкен пайда алып келіп отыр да. То есть акцияны бір инвестиция жасап и трейдинг жасау қиын болады. Да? Компанияға инвестиция жаса. Компанияға мысалы әр айына несі деген сияқты. Ал мына платформаны пайдаланып, өзіңді шыңдайсың біріншіден, сол жерден шыңдалған сайын өзіңді жаңағыдай неге шығарасың. Енді осы жерден фьючерсті түсіндіріп жібереміз ба? Иә, давай. Фьючерс вообще прop компанияның жаңағы челлендж деген не деген сияқты солардың бәрін тағы түсіндіріп өтіп кетсек. Осыдан бұрын естімей қалған кісілер болатын болса, оны ютубқа шығарамыз, что бәріне пайдалы болу үшін. Так, мен түсіндіре берейін ба, или өзің түсіндіресің? Түсіндірем. Так, прop компания дегеніміз былай мынандай нәрсе да. Прop деген бір компания бар. Мысалы, ол бұрын қалай басталған негізі? Прop компания дегеніміз Америкада мысалы бір фонд дейік та, мысалы фонд болады, mutual фонд деген сияқты, прop компания деген сияқтылар мынандай идеядан басталған ғой. Мысалы, өңкей бай адамдар бар, олар мысалы ақшаларын инвестиция жасау керек та. И олар мысалы жаңа бір компания алады, айтады, давай ақшаңды маған бер, мен сол ақшаңды айландырып, ақша жаңағыдай қор нарығында алып сату арқылы жаңағыдай ақшаңды көбейтіп беремін деген сияқты идеямен жаңағы бірнеше жаңағыдай бір 10 шақты, 20 шақты, 50 шақты бай адамдардан ақшаны алады да. Енді ол риск жоғары болмас үшін жаңағы жақсы трейдерларды табады да, мысалы 100 мың трейдерді тауып, соларға кішкене ақшадан бөліп жаңағы миллиондаған долларды жаңағы саудалатып жаңағы пайдасын табады. И сол трейдерлармен бөліседі. Қалған ақшасын жаңағы өздері алады, оның жартысын жаңа инвесторға береді деген сияқты оймен сондай прop компания құрғанда мысалы. Ал кезінде басталған кезде мынандай онлайн интернет жоқ кезде ол былай болған. Мысалы жақсы трейдерларды жаңағыдай консультация жасап, жаңағыдай жұмысқа шақырады, жұмысқа келеді, олар жаңағы тест өтеді. Ол бірден оларға ақша бере салмайды, ол мысалы міне 100 мың доллар сауда жаса деп, оның қабілетін білмей бере салмайды. Сондықтан олар бірінші очередь жаңағы тексеру керек та, жаңағы трейдер жақсы сауда жасай ма, жасамай ма, жаңағы риск менеджмент қалай деген сияқты. Бұлар жаңағыдай тексереді. Тест деген нәрсе жасайды да. Тест жасап, бұл дұрыс сауда жасай ма, жасамай ма қадағалап көреді. Бір апта деген сияқты. И ол тесттен өткен соң екінші апта кішігірім ақша беріп қояды, жасап көрді. Может быть, тесттен өткенде оңай өтті, ал кішігірім ақша жасап, шын ақшамен жасап көреді. Оны жасай ала ма, может, психологиясы ұстамай қала ма деген сияқты. Екінші этабы бар, жаңағы кішігірім ақша береді да, аз ақшамен. Тесттен өткен соң аз ақшамен сауда жасайды. Содан кейін барып анау жаңағы өзінің дәрежесін, жаңағы риск менеджментін бәрін көрсеткеннен кейін үшінші этабы жаңағы толыққанды ақша береді да. Мысалы фанд деп айтайық, мысалы лайф дейік, лайф аккаунтта, мысалы лайф аккаунт береді. Содан кейін бұлар деген бір трейдерға ғана қарап қалмайды ғой. Өйткені мысалы бір трейдер бүгін көңіл күйі жоқ болып бүкіл ақшаны сливать етіп қою мүмкін, рискті бұзып қою мүмкін. Сондықтан ол рискті жоғалту үшін олар алады да, бір ғана мықты трейдер емес, солай бірнеше жүздеген мықты трейдерді алып, бір ғана трейдерға миллиард ақша бермей, жаңағы лучше миллионнан
10, 20, 30 трейдер, 100 трейдерға бөліп берген, сол жаңағы риск менеджментпен сол дұрыс болады да. И оларды мысалы қадағалап жүреді постоянно жаңағы рискін нететін. Ол енді ол бөлек әңгіме да. И сол идеядан шыққан нәрсе да проб компания. Кейін қазіргі заманауи заманда жаңағы заманауи уақытта дейік та, интернет дамыған, бәрі жақсы жаңағы дамыған заманда ол басқа андай идеяға келеді. Онлайн түрде любой адам сондай проб трейдер болып көрсін деген идея пайда болады. И сондықтан жаңағыдай осы онлайн проб компаниялар ашыла бастады осы сияқты. И сонда деген бұның логикасы мынау, жаңағы бірінші тест аккаунт сатып аласыз. Мысалы $50, жаңа бағанағы мен көрсеткендей $50 тест аккаунт сатып аласыз. И жаңа тест өтесіз. Бірінші тест өткенде жаңағы өзінің ережелері болады. Там мысалы $3000, то есть $2000 көп жоғалтсаң, сен өте алмайсың деген сияқты. Бір ережесі бар. Сосын қашан өте алам деген кезде $3000 жеткізсең, мысалы $50,000 аккаунтты $3000 жеткізсең өтесің деген сияқты екінші ережесі бар да, қарапайым түрде айтқанда. Одан да басқа ережелері бар, но бірақ ол ережелер анандай қиын ереже емес. Ол ережені білген трейдер, ол уже өзін жақсы трейдер, жаңағыдай дисциплинированный, жаңағыдай рискті бұзып жібермейтін трейдер ретінде трейд сондай рискті бұзбайды. Мықты трейдерлардың жаңағы дисциплинасына байланысты, торговый стиліне байланысты табысты трейдер ретіндегі қалыптасатын скилл дейді. Скилл жаңағы қабілеті. Сондайға байланысты жаңағы өзінің ережелері бар. Болды. Ол ережені мысалы деген осы тестті өтіп, сол ережені бұзбай өткен адам, ол любой ақшаны мысалы сол ереже арқылы сауда жасаған кезде, шын ақша болсын, осындай проб ақша болсын, ол жоғалтпайды. Жаңағыдай плюста жүретін адамда. Сондай ережесі бар, соны өткізеді. $50 жаңағы $3000 таргет жеткізу керек. Таргет дегеніміз табу керек. 50 000-нан 53 000 жасау керек. Немесе 48 000 там жоғалтып қой, 48 000-ға жеткізсе, $2000 минус жасаса, онда жойылады деген сөз. Тоқтатылады. Тесттен өте алмай қалды деген сөз. Қайттан өту үшін қайттан осы $50 сатып алуың керек та. Сондай ережесі бар пробтың. Оны өткен соң, жаңағыдай екінші, үшінші этаптары сол төленетін аккаунт береді. То есть мынада да мысалы сондай тест сияқты болады. Тест болғанда тест емес, кәдімгі толыққанды жаңағы тура сол $50,000 сауда жасайсыз. Бұда бірақ таргет болмайды, өйткені ол андай төленетін аккаунтта, ақшасы бар аккаунт. Получается, бұл жақтан мысалы $50,000 берді, үстіне $60,000, $10,000 қостыңыз дейді да. $10,000 табыс таптыңыз. Бұл жақта цель жоқ, бірақ $2,000 жоғалтсаңыз, тағы да бұны жойып жібереді, тоқтатып тастайды. Сондықтан қайттан мына жақтан бастау керек болады да. Сондықтан ал таргетке шектеу жоқ. $10,000 таптық дейік. Мысалы 50,000-нан 60,000 жасадыңыз. Жасағаннан кейін бұл бөліседі сізбен жаңағы 80-90%. Мысалы $10,000 жасасаңыз, $8,000-9,000 сізге береді, қалғаны өздерінікі. Солай бөліседі. Оны payout деп аталады да, төлемді. Сөйтіп қатарынан 5 ба 6 рет сөйтіп төлем алғаннан кейін сізді мынандай лайфқа өткізеді, лайф аккаунт деген. Бұл уже толыққанды жаңағы, мына кезде де жаңағы тест сияқты болады, но бірақ мына уже толыққанды сіз жаңағы мықты трейдер ретінде қалыптасасыз да ол жақта. Сізге лайф аккаунт береді. Лайф аккаунтта уже жаңағы оның да ережелері тура осындай. Кішкене, может быть, ережелері өзгеру мүмкін, пробтарға байланысты да. Но в основном тура осындай болады. Бұл жерде, мысалы, мына жерде 80% берсе, мына жақта, возможно, 90%-ын беру мүмкін деген сияқты ережелері бар. Сол қарапайым түрде түсіндірілген нәрсе осы да, мысалы, проб компания. Енді фьючерсті өзін түсіндіресің онда, фьючерсті түсіндіріп бересің. Фьючерсті сосын түсіндірейін, келесі неде жұмыс жасағанда. Мына жерде мен нені көрсете салайын, жаңағы кеше CFD-де мына сұрақ қойып отыр екен. CFD-де қолданатын стратегия осы фьючерс таргетке жарайды ма? Наоборот, фьючерста болып жатқан стратегияны CFD алып отыр ғой. Фьючерста болып жатқан қозғалысты CFD копи, да? Фьючерста болған маркетті CFD содан алады. CFD ол былай айтқанда фьючерс маркеттің копипасы.
фьючерста не болып жатады, CFD да сол болып жатады да. Бірақ CFD ол Америкаға рұқсат етілмеген. Неге рұқсат етілмейді? Өйткені олар көп затты заңсыз жасайды да. Керек кезде мысалы машинаны өздері өшіре алады деген сияқты, да. И мына жерде 2018 жылдары Финко деген компания осы пропты айтқанда түсінбеген дейді. 2018 жылдары даже білгенсіз ба? 2018 жылдары ғой, біз ол жайлы білмедік енді. Оны білсем ғой мен жасар едім. Мен кейін ғана білдім. 2024 23 естіп қарап жүрдім. 24-тен бастап өзім қолданып көрдім, и пайдасын алдым да кәдімгідей. Трейдер бола алсаң, онда осы жерге мықты трейдер болсаң, келді ақшаңды шығар. Нашар трейдер болсаң, как раз мына жерде сен тренировка жасайсың. Чем жылдап неңді жоқ. Өйткені бұл кәдімгі профессионал спорт болған соң, андай бір оңай ақша табу деген дүние жоқ бұл жерде. Ондай дүние жоқ. Бірақ ол профессия сондай. Трейдинг деген қиын деп жүрсем, оказывается, оңай екен ғой деген сөздер қоя салу керек негізі. Окей. Мысалы, мына жерді қарайық та. Жаңағы CFD мен фьючерста. Сонда мен алдында айтып кеттім. Фьючерста не болып жатса, CFD соны секунд пен секунд қайталанып отырады. Сонда, мысалы кешегі жасаған трейд та. Кешегі жасаған трейдті не көруге болады? Кеше не істеді? Бүйтіп, немен сатып алып келді да. Мынау Азия сессиясы. Азия сессиясы. Мынау Европа сессиясы. Не істеді? Мынау маркет ашылудан кейін не істеді? Ликвидностьті алды. Ликвидность алды. Бірінші ликвидность алу керек. Да? Бірінші ликвидность алынады. Ликвидность алынғаннан кейін бағыты анықталып бастады маған. Да? Все. Бүгін лонг жасалынады. Трендім дұрыс болатын болса. Сонымен бірге, мына жақта неге лонг жасап бастадым? Бірінші ликвидность алынды. Галочка. Да? Осына бұрынғы зоналар бар. Ликвидность алынды. Сосын осыдан бұрынғы бетіп келе жатқан тренд не істеді? Тренд бұзылды. Да? Бүйтіп келе жатқан. Lower келе жатты. Не істеді? Астын тазалады. Бірінші сигнал бар. Енді маған керегі мына трендті бұзу керек. Бұзды ма? Бұзды. Все. Енді лонға қарай. Ал осы сигналды алу үшін сізге 2-3 минут емес, 1 сағаттап, жарты сағаттап уақыт кетеді да. Сол үшін маркетті күте білу ол үлкен қабілет. Оны бір сабақтан, 2 сабақтан оқи алмайсың. Оны бізбен бірге лайф трейд жасап, сосын қарағанда ғана не істейді. Примерно бір ай сабақ алып, сосын 1-2 ай не істеген соң соңды қабілет қалыпсыз. Сосын мына жерде мен лонға кірдім, стоп аут. Да? Мына жерден 1 минуттан қойын, жақсырақ көрінеді. 2 минутқа қойсаңшы. 2 минутқа. 2 минутқа. Аз ғана акциямен, өйткені неге аз ғана немен контрактпен кірдім, немесе санымен кірдім, өйткені мына құлақ келе жатқан соң қарсы бағытта жасалды. Неге қарсы бағытта? Өйткені тренд өзгерді, бір осы жерге дейін көтерілейін деп тұрғаны белгілі. Өйткені жаңағы біздің ликвидностьті көретін құралмен, мына жерде ликвидностьті көретін құралмен ликвидностьтар тұр міне. Осы ликвидностьқа қарай, мынау маркет неге өзгеріп кетті мына жерде? Мысалы, мынау 6990 деген сияқты жерге кейін неге өзгеріп кетті? Міне ликвидностьтар тұр да, жоғары жағында. Ликвидностьтар тұр. Міне 85 әрбір осылай бір бағаға келген кезде бір қайтып отыр да, Сосын осы ликвидностьқа байланысты мен профитімді алып отырам екен. Сөйтіп бірінші мына жерлерден кірдім, бірінші стоп аут алдым. Неге? Маркет агрессивный. Сөйтіп қайтадан отырып, где-то тағы да бір 15 минут күтіп, мына жерден қайтадан кірдім. Маркет агрессивный, 5-ақ point қойдым. Былай айтқанда, мына жерден 50-55-тен кірсем, где-то стопым 5-ақ point болды. Сөйтіп жоғары қарай 20 point көтерілген кезде мынау
65-70 дегеннен профитімді жайлап алып отырдым. Неге алып отырдым? Міне мына 70-72 деген жерде ликвидность тұр да. Бір келді, екі келді. То есть мына жерден айланып отырып 40-қа дейін түсіп кетуі мүмкіншілігі бар. Келесі поддержкасы. И стоп мына жерде. Сонда осы жерге келген кезде не істедім? Жайлап профитімді алып отырдым. Мына жерге келгенде тренд өзгергенде бәрінен шығып кеттім. Не істедім? Құлап отырып тағы да ликвидностьті жинап алды да мына жерлерден. И дальше мына жаққа кетті. Ал біз тек қана графиктен көре аламыз ликвидностьті, бірақ ана жер трендтің ортасына келе жатқан кезде моментально кейде қалыптастырып жібереді ғой, Айдар. Иә. Келе Моментально оны мысалы постоянно қадағалап отқан кезде кейде мысалы бір ликвидностьті көресің, соған бара жатыр деп ойласаң, кейде өзгереді де астынан, немесе үстіге бара жатса астынан, астына бара жатса үстінен шығарып, жаңағы моментально өзгертетін. Ал мысалы графикқа андай просто жаңағыдай свечной графикқа қарап отырсаң, оны байқап үлгермейсің ол жақта. Сол кезде жаңағыдай қандай еді паттерн, разворотный паттерн, мысалы голова плечи деген сияқты сондай шығып жатыр, сен соны ғана көресің, и то ол потом шығып кеткен соң көресің да. Алдын ала жаңағы букмаптан, жаңағы біздің жаңағы ликвид көретін құралдан алдын ала көре бастауға болады. Сонда осы жерден кірген кезде мысалы 5 пойнт жоғалттым. Ал мына жерден көтерілгенде 20-25, яғни бір минусымды мына жерде 3-4 плюс 1 минус, 1 есе минусты мына жақта 3-4 есе қылып ақтап берді да. Сонда бағыт бірінші жаңа не бар да, жалпы маркеттегі ой бар, күттік, структура өзгерді, кіретін жерді күтіп отырдық. Сөйтіп кіргеннен кейін сенің ақша табатының, білімнен кейін ақша табатының, таппайтының сенің риск басқаруын шешеді. Әсіресе осы маркеттерде әрбір 3 айда, әрбір жылы өзінің бір маркеттің несі болады да. 2025 резко құлады и резко өсті. То есть ол кезде трендтің маркеті болды. Қазір не істеп жатыр? 2026 жылы консолидацияның маркеті. То есть құлайды, өседі, мына жақтан тағы да құлап кетеді. То есть осы маркетте көп адамдар ақша жоғалтып жатады. Стратегия жұмыс істемей қалады дейді. Жоқ, чуть риск басқару чуть-чуть өзгерту керек та. Өйткені пулбактар жаңағы артық айтқанда қатты айтады да, сол әсер етіп кетеді. И дұрыс жерден кіре білу де маңызды, бірақ кіріп алғаннан кейін главный тауып жатқан ақшаны жоғалтпау үшін соларды қарап отыру керек. И келесі неде қазір келесі сабақта қарайтын шығармыз жаңағы ES пен мини ES жайлы. Так, тест өтуге қанша уақыт береді проб компания? Бірінші тест өтуге 1 ай уақыт береді, сосын өтіп алғаннан кейін безлимит. Өтіп алғаннан кейін шотыңды жоғалтпасаң, қанша ұзақ қарасаң да сонша қарай бересің. Ал FTMO деген бар, FTMO-да ол $500 болғандықтан негізі ода срок жоқ. FTMO-да срок жоқ, то есть қанша ұзақ қарасаң сонша қарай бересің. Бірақ енді бастаған адамға лучше осындай топ степ немесе басқа жаңа трейдтердің арзанырақ $50 шот ашуға болады. Бірақ оны ашардың алдында келесі біз жаңа зумда көрсететін боламыз. Фьючерс жайлы таныстырамыз да, қалай фьючерс жасау керек, қай фьючерсті қалай жасау керек, контракттың саны да, риск басқарудың бәрін трейдинг вью арқылы практика жасай аласыздар. FTMO Қазақстанда доступ бар ма? Оны Жоқ, білмедім. FTMO Қазақстанға доступ жоқ. Доступ жоқ. Топстептің доступы бар. FTMO сонда Қазақстанның доступы жоқ. Тек қана сонда CFD-ның брокері болып тұр ғой. Бірақ бұл жұмыс жасап келе жатқан ұзақ уақыт болды, FTMO. Иә, ең старый емес пе? Ең старый сол, ең старый сол. Бірақ енді, возможно, кей ашып қалуы да мүмкін шығар. Енді қазір негізі Қазақстанға ана CFD дегенді бәрі біледі ғой. CFD брокерларының талпынысы көп та. Қазақстаннан ашу керек деп Қазақстанның рынкына жаңағыдай бас сұғып жатқан жаңа нелер көп. Мысалы CFD брокерлар көп. Өйткені неге сөйтсе деген, мысалы СНГ-да ең жаңағы CFD-дан ақша жоғалтатын Қазақстан болып тұр екен. бір екеуін айтып кетейін ба? Ау. Бір екеуі бар ғой, Juno Markets деген бар, Exness
иә Қараймын даже оны. мен мысалы маған Оны атын айтудың қажеті жоқ. Өңшең там. иә бірнешесі бар иә Ә, который осы жақтан ашуға талпынып жатқан жаңағы өздерінің брокерский филиалдарын жаңағы разрешенияларын. Олар брокер емес. Олар Да, брокер freedom емес, finance. олар, Ладно. грубо говоря, жаңағы кухня дейміз енді біз оны. Даже маған мысалы неге жазады, инстаграмға жазады, жалын саған да жазған шығар. Қазақстанда осылай трейдинг курс жасап жатқан соң жазады да, сотрудничать етейік, сізге жаңағы мен промо берейін деген сияқты айтады ше. Типа сен өзіңнің оқушыларыңа сат деген сияқты. И солар қадалса, содан ақшасын сен аласың деген сияқты маған даже жазады мысалы. Ондай маған керек емес деймін да, мен сразу уже бесеу ма алты брокер сондай жазды маған. Бірақ айтамын да, ондай керек емес, біз проппен жасаймыз, бәрі нормально деген сияқты. И неге біз проппен жасаймыз, сол ең маңызды сұрақ та көбісі. Неге біз проппен жасаймыз, неге таңдадық сол жолды да, мысалы курста проппен арқылы үйретуді да. Өйткені қараңыздар, мысалы сіздерде барасыздар да бір жаңағы CFD-дан алтынды сауда жасап үйренесіздер, оған бір там 500 мың теңге төледік дейік, или там курсты оқуға. Оған қосымша сіздер депозит ашасыздар $1000 дейді да, мысалы. Мына $1000 депозит ашасыздар. И $1000 депозит ашқанда, о алтында үйретпейді сіздерге, жаңағыдай көбісі жаңағы үйретпейді екен, енді білмеймін, мен точно айта алмаймын үйретпейді деп, бірақ көбісі үйретпегендерді көрдім. Өйткені оқып, осындай $1000, $10,000, $6000 қадалдым деп бізге келіп тұрады да, мысалы. Оны ашық позициясымен келіп жазатындар бар да, мысалы. Айтамын да, масқара, мысалы, оны мысалы $1000 сауда жасаған кезде сен бұны рискі деген жаңағы кәдімгі адекватный риск менеджмент деген нәрсе болады ғой, жаңағы бұның 5%-ын ғана мысалы жаңағы рискқа қою керек деген сияқты сондай нәрселерді үйретпейді да. И мына $1000-дың бәрін қойғызады. Олар деген андай не қылып жасап жүрген да, қалай айтады, казино жасап жүрген. Мына $1000-дан үстіне тағы да $2000 таптым деген сияқты сондай бір нелерді көрсетіп, адамдарға жаман үйретіп тастаған да. Адамдар уже деген трейдингті кәдімгі профессия ретінде жаңа постепенно ақырындап жаңа $1000-дан 10%, мысалы $10 ма, $100. Күніне 10% жасап отырсаң, уже өте керемет результат та. А елдерге ондай ұнамайды ғой, елдерге $1000-дан $1000 жасау керек. $1000-дан күніне $2000 жасау. Сондай үйретіп тастаған да. Аналар сөйтіп бір көрсет, елдер сол. Ондай жоқ. Ондайға вообще сенің Ал неге біз проп компанияны таңдап отырмыз? Біз, во-первых, проп компанияны таңдағанда сіздер мынандай $1000 депозитқа салудың қажеті жоқ. Өйткені бұл ұзақ мерзімде дүние да. Мен бұны 10 жыл өтем, 20 жыл өтем, хейт алмаймын. Біріншіден. Екіншіден, нағыз жаңағы көрген адам түсінеді. профессия жасауыма да бола ма? Болады. Бір хайптың несімен. Бірақ мен істеп көріп едім, ұзақ мерзімге бармайды ол. Ол кішігірім казино, одан кейін ел ақшаны тапқаннан гөрі тезірек жоғалтады. Риск басқару жоқ. Сол үшін енді трейд жасап келе жатқан 7 жыл болды, сабақ өтіп келе жатқан 4 жыл болды. Қанша адамдар келіп кетіп жатыр. Сол үшін бір сондай бір бағытты бізге алу керек болды. Енді санынан гөрі сапасы дұрыс қой. Басында енді қазір түсіндіріп айтып берейін толық жаңа ойымды. Қараңыздар, енді $1000 даже бар депозитқа салатын деген сияқты болса, лучше сіз осы $1000-ға қанша аккаунт керек? $50, 20 аккаунт келмей ма? 20 ма, даже одан да көп. Иә, 20 аккаунт келетін мысалы да. 20 аккаунт емес, мысалы хотя бы біреуін алып алсаңыз, $50 жаңағы төлейсіз. Оны өткен соң жаңағы фанды, төленетін аккаунтқа өткенде тағы да бір $100 төлеуіңіз мүмкін. Сонда шығын бір аккаунтқа $150 шығын кетеді да, мысалы. А бірақ сізге қанша депозит береді? $50,000 депозит береді да. $50,000 кәсіби түрде жаңағы ережені бұзбай сауда жасасаңыз, мыңдаған доллар аптасына шығаруға болады. Сонда деген $150 риск қойып отырып, бірақ өзіңізді ұстап, жаңағы ережені бұзбай сауда жасап отырып, мыңдаған, сонда деген $150-дан мыңдаған доллар жасау деген нағыз осы жерде да, проп компанияда жатыр. А наоборот, бүкіл $1000 салып, үстіне там $1000 жасайын деген нәрсе ол нереальный нәрсе да. Ал мынау кішкене реальный болған соң біз осыған келдік. Біріншіден, екіншіден, сонда деген өз ақшаңызды жаңағы рискқа қоймайсыз. Екіншіден, бұл сізді тәрбиелеп шығарады. $1000-дан $1000 жасау реальный дүние. Бірақ көбірек реальныйсы $1000-дан $1000-ыңды бірақ жоғалтып алу оңайырақ, сен $1000-дан $1000 табу дейікші. Конечно.
енді Ал кім бар анау бір бұл 1000 доллар да 1000 мынандай доллар нәрсе ғой, иә, табуға болады. Бір рет вам повезло, мысалы, бір ай алтын немесе. ға кірдіңіз, бүкіл лот, анау 2000 лот береді да, мысалы, кейбір жаңағыдай нелер. Мысалы, мынаған 1000 доллар қанша лот алуға болады, енді есептемей алуға болады. 5 лот дейік та, 5 лот алдыңыз, сіздің бағытыңызбен кетіп қалды, сіздің жаңағы құдай қарап тұрған күн болып та, и 2000-3000 доллар таптыңыз сол кезде. Окей, но бірақ ол гэмблинг деген нәрсе бар да, ол сіз ставка қойған сияқты да. Ол бүгін сол 2000 доллар таптыңыз, ертең сол 2000 доллардың үстіне қосып, жаңа өзіңіздің 1000 долларыңызды бересіз, сондай стратегиямен. Ондай Сонда былай нәрсе, айтқанда бар ақшаңды аласың да неге автоматқа казиноға саласың ғой былай айтқанда. Бар қолда бар ақшаңды. А олай болмау керек қой бизнесті ақырын деген сияқты. Окей, соны ютубқа шығарайық, көп адамдар көре жатар уақыт өте келе, айлап немесе бір жылдан кейін, мынау дұрыс екен ғой деген сияқты. сосын Жақсы. тағы бір ерекшелігін айтып кетейін, мысалы, неге именно проб компания. Бұл жаңағы риск пен табысқа қатынас ретінде пайдалы, жаңағыдай нормальный нәрсе болып тұрғанымен қоса қатар, бұл сізді жаңағы трейдер ретінде жаңағыдай қалыптастырады жаңағыдай сіздің дисциплинаңызды, жаңағыдай бұлардың ережесі сізді тренировать етеді да. И жаңадан бастап жатқан трейдерларға өте, мысалы, кезінде мен жаңадан трейдинг бастағанда мен сол мынау сияқты 1000 доллар деген сияқты өзімнің депозитіммен саудалап, жаңағы рискқа қойып, шашым ағарып деген сияқты сондай нәрсе болған. Сол кезде осы проб компанияны білсем, сол кезде болса, болды, болмады, білмеймін енді. Сол кезде біздің Қазақстанда болмаған шығар, білмеймін енді, короче. Но осыдан бастасам шіркін деген ой келді да, осы проб компанияға келгенде. Мә, соншама ақшаны рискқа қоймай, өз ақшаммен жаңағы жоқтан бар жасайтын нәрсе істер едім деген сияқты ой келген да. И қазір мысалы біздің қолда тұрған соң, қазір бізге разрешение болған соң, лучше жаңадан бастап жатқан болсын, немесе кәсіби деңгейге өтетін даже трейдерларға осы ең тиімді вариант. Біріншіден жаңа ақшаны рискқа қоймайсыз, екіншіден сізді трейдер ретінде күшті тәрбиелеп шығады да. Осы пробтан өтіп үйреніп алған адам хоть 1 000 000 долларды біреудің ақшасын немесе өзің ақшаңды торговать етсең де бүйтіп жаңағы жоғалтпайсың да, тура осы ережемен саудаласып жүрсің. Сол, сондықтан біз осыны үйретеміз деген тұжырымға келдік та. Окей. Оны осыны ютубқа шығарып тастайық, көбірек адам көрсін, көре алмай қалған адамдар болатын болса. И бізде скоро группа ашылады, қосылғыларыңыз келсе, қосылып кетіңіздер. Как раз. Так, запись болды ма, Бағдат? болды. Сақталады ғой, ютубқа шығара салсаң. Біз оразаның скидкасын айта кетейін мен. Біз осы жолы оразаның қарсаңында осы жаңа группа жиналып жатыр. Біз деген оразаның қарсаңына болған соң бір не жаңағыдай бір курсқа қатысқан адамдарға бір подарок ретінде біз оқытамыз жаңа нені проб компанияны қалай жасау керек. Соны мысалы курстың аяғына қаратай дайын болғаныңызды көрген кезде сіздерге жаңағы проб компания өзіміздің атымыздан ашып береміз, үйретіп жаңағыдай до концаға мысалы. Соңғы группада өздері ашты мысалы көбісі. Көбісі болғанда бір адамға ғана біз жаңағыдай жарыс ұйымдастырдық. Қайсысы озып шығады, соған сыйладық жаңағы проб компанияны. А бұл жолы бәріне жаңағы өзіміз сыйлаймыз оразаның арқасында. Аха, әдемі. Все, неге жіберейік, ютубқа жіберейік. Бүгін біраз адам жазған, негізі 40-50 шақты адам. Походу жолда болып кіре алмаған сияқты. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Давайте.